Ассаламу алейкум. Брауни сэндвич дайындаймыз. Кез келген адам ойланбай жейтін ерекше тәттілердің бірі. Жасалуы өте оңай. Рецепті қарамас бұрын каналыма тіркеліп қойыңыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен таза ыдысымызға осылай бөлме температурасындағы жұмыртқаларды салып аламыз. Содан кейін үстінен шым-шым тұз саламыз және қант саламыз. Қантты екі бөлікке бөліп салып, миксердің ең төменгі жылдамдығында жайлап араластыра бастаймыз. Массамыз 3-4 есе үлкейгенше жақсылап миксерлейміз. Үстінен бөлме температурасындағы жұмсақ сапалы сары майымызды саламыз. Содан кейін електен өткізілген ұнды саламыз. Содан кейін какао қосамыз. Қажетті барлық ингредиенттердің өлшемі осы видеоның төменгі жағына жазып қоямын. Енді кезекте қамыр қопсытқышын саламыз. Миксердің бас жағымен осылай жайлап араластырып аламыз. Одан кейін миксермен осылай біркелкі масса болғанша ең төменгі жылдамдығында жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыздың қоюлығы осындай болады. Енді осыны насадкалы кондитерлік мешокқа саламыз. Қамырымызды салып алғаннан кейін бірден листтің үстіне пергамент жазып аламыз. Содан кейін сол пергаменттің үстіне осы қамырымызды арасын алшақ етіп орналастырып шығамыз. Жалпы бұл рецепттен көлемі үлкенірек 24 крышка шығады, яғни 12 сэндвич болады. Егер сізге көлемі үлкен болғаны ұнамаса, онда сәл кішірейтіп жасасаңыз да болады. Егер қамырды біркелкі етіп шығара алмайым десеңіз, алдын ала осы пергаментке дөңгелекшелер сызып алып, соның формасымен осы тестаны құйып шықсаңыз болады. Бұл сэндвичтардың арасын қатты жақындатпаймыз, себебі піскен кезде бұл жайылып, көтеріліп піседі. Егер қамырыңыз артық қалып қойса, осылай үстінен сәл-сәл қосып жіберсеңіз болады, ол піскен кезде көрінбей кетеді. Алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 15 минут пісіреміз. Одан артық пісірмейміз, себебі одан ұзақ ұстайтын болсаңыз, печеньеларыңыз қатып қалады. Осындай әдемі болып көтеріледі. Міне сэндвичіміздің печеньелары дайын, осындай томпақ әдемі болып шығады. Пеште ұзақ ұстауға болмайды, себебі печеньелар қатайып кетеді. Печеньеларымыз толық суығанын күтеміз, оған дейін кремін дайындаймыз. Кремге бізге творожный сыр қажет, салқын творожный сырды үстіне қант ұнтағын қосамыз. Творожный сырдың түйіршіктері жазылғанша осылай бір рет миксерлеп аламыз. Творожный сыр мен сливки тоңазытқыштан алынған, яғни міндетті түрде салқын болу керек. Үстінен осы сливкимізді құямыз. Енді кремімізді миксермен қайтадан араластырамыз, яғни формасын ұстағанша миксерлейміз. Миксердің ең төменгі жылдамдығында миксерлеп бастаймыз, содан кейін жылдамдығын көтереміз. Миксердің насадкасы осылай артынан із қалдыра бастаған кезде тоқтатамыз. Крем осылай ақпайтын, формасын ұстаған болу керек. Міне осымен креміміз дайын. Дайын болған кремімізді
насадка салынған кондитерлік мешокқа салып аламыз. Егер насадкаңыз болмаса, кондитерлік мешоктың бас жағын сол насадканыкі сияқты қиып алып жасай берсеңіз де болады. Міне осындай ретпен барлық сэндвич печеньяларымызды біріктіріп шығамыз. Шоколадқа сармайды құямыз. Содан кейін микроволновкаға әрбір 15 секунд сайын салып алып, осылай араластырып отырамыз. Осылай микроволновкада шоколад пен майды қыздыра отырып ертіп аламыз. Шоколадты микроволновкада ұзақ ұстамаймыз, себебі күйіп кетуі мүмкін. Міне шоколадымыз дайын. Енді дайын болған сэндвич печеньяларымыздың осылай бір жағын шоколадқа батырып аламыз. Егер шоколад тым сұйық болса, онда сәл суын күтеміз. Содан кейін суған кезде шоколад сәл қатаяды. Сол кезде барып осылай батырып аламыз. Сонда шоколадтарыңыз сэндвичтен ағып кетпейді. Осы ретпен шоколадқа барлық сэндвичтарымыздың жоғары жағын батырып аламыз. Сэндвичтарымыз дайын болғаннан кейін бірден салқын холодильникке саламыз. Холодильникте бір күнге пропиткаға қойсақ, өте дәмді болады. Бұл сэндвичтар міндетті түрде пропиткада тұру керек. Сонда кремі осы печеньясын жұмсартып, сондай дәмді болады. Қалауыңызға қарай сэндвичтардың үстіңгі жағын посыпкамен, ягодымен, шоколадпен әсемдеуге болады. Бұйырса, бұл рецепт сіздердің ойларыңыздан шығады деген ойдамын. Бұл сэндвичтің бір штугын жесеңіз, тойып қаласыз. Давайте сіздерге біреуін жеп көрсетейін. Сондай дәмді болып шыққан. Бұйырса, бұл рецепт сіздерге де ұнайды деген ойдамын.